Қазақстан түркілердің ата жұрты, қасиетті қара шаңырағы. Басқа мемлекеттердің тарихында өз ізін қалдырған түркі тайпалары мен халықтары кең даладан әлемнің түкпір-түкпіріне тарады. Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көптеген нысандары пайда болған орынға айналды. Ұлы дала әлемге көптеген техникалық өнер табыстарды ашты. Онсыз қазіргі әлемді елестету қиын. Қазақ жері жылқы шаруашылығының бастауын және салт-аттылық мәдениетін қалады. Ата-бабаларымыз жаңа, бұрынғыдан да берік металдар өндірісін дамытқан металлургияның орталығына айналды. Ерте дәуірлердегі әшекейлер, заттар мен қару-жарақтар дала өркениетінің жоғары технологиялық дамуын көрсетеді. Әсіресе Қазақстанның түрлі аймақтарындағы қорғандарды қазу кезінде табылған қола мен алтыннан аң стилінде жасалған тұрмыстық заттар мен әшекейлер ерекше әсер қалдырады. Өзінің бірегейлігімен және әдемілігімен бүкіл әлемге танымал алтын сақ жауынгері тәуелсіз Қазақстанның символына айналды. Қала сәулетімен бүгінгі күнге дейін сақталған ескерткіштер бізді ғасырлар тереңіне тарта түседі. Сонымен бірге ежелгі көшпенділер дала өркениетінің жауһары киіз үйді ойлап тапқан. Көшпенділер даласы арқылы өтетін Ұлы Жібек жолы мыңдаған жылдар бойы батыс пен шығысты біріктірді. Ұлы Жібек жолының інжу маржаны, көне Түркістан қаласы көптеген ғасырлар бойы Қазақ хандығының астанасы және бүкіл түркі әлемінің рухани орталығы болды. Қазіргі Түркістан Қазақстанның сәулеттік келбеті бай, әдемі, туристік, қарқынды дамып келе жатқан қаласы. Бүгінгі күнге дейін біз ата-бабаларымыздың музыкалық мұрасын, халық қол өнерін, отбасылық тұрмыстық әдет-ғұрыптарын, ұлттық спорт түрлерін құнтап сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келеміз. Жыл сайын Алматыда өтетін Ұлы дала көшпенділер әлемі халықаралық этно-мәдени фестивалі уақыт ағысымен бізді көшпелі өркениет дәуіріне сапар шектіргендей болды. Фестиваль түркі әлемі өкілдерінің басын қосып, түркі тайпаларының жауынгерлік өнерін, дәстүрлі мәдениеті мен тұрмысын көрсетті. Тарих бұл халықтың тарихи жолының айнасы. Ұлы даланың жеті қыр мақаласы сонау бастаулардан қазіргі заманға дейінгі түркі әлемінің генезисі мен өркениеті туралы нақты түсінік береді. Өзіндік тарихы бар заманауи Қазақстан Ұлы дала мұрасының алуан түрлілігін бойына сіңірген. Бүгін біз өзіміздің көп қырлы да көп өлшемді Ұлы дала өркениетінің ұрпақтары екендігімізді мақтанышпен сезіне аламыз.